Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дастарханыңыздың сәнін ашатын, дәмі тіл үйіретін рулеттің жасалу жолын ұсынамын. Жасалу жолы өте оңай әрі дәмді. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға қалдырамын. Ең алдымен жұмыртқаны ақ уызы мен сары уызын екіге бөліп аламыз. Ақ уыз шайқайтын ыдысымыз құрғақ болуы керек, сонда жақсы шайқалатын болады. Жұмыртқаның ағы мен сарысын екі ыдысқа бөлек саламыз. Келесі кезекте қанттың жартысын сары уызға саламыз. Сонан соң қалған қантты ақ уызға аз-аздан сала отырып, микселейтін боламыз. Ақ уызымызды шайқап алдық, ыдысымызды төңкергенде ақпауы керек. Келесі жасайтынымыз сары уызға сұйық майды құямыз. Оның үстіне жылы сүтті құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнға қопсытқышты салып араластырып аламыз. Мен алдын ала електен өткізіп алдым. Дайын болған ұнды сұйық массамызға салып, бір келкі болғанша араластырамыз. Келесі кезекте сұйық массамызға ақ уызды салып, бір келкі болғанша араластырамыз. Силиконды күрекшемен немесе қасықпен астынан үстіне қарай ақырындап, асықпай араластырамыз. Дайын болған қамырды формаға пергамент қағазын төсеп, барлығын құятын боламыз. Алдын ала қызған пеште 180 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Мінекей толықтай пісті. Енді осылай ыстық кезде келесі бетін аударып, пергамент қағазын алып тастаймыз. Видеодағыдай қатты тығыздамай орап шығамыз. Осылай сүлгімен оралған күйі 15-20 минуттай суытамыз. Мінекей біздің бисквитіміз толықтай суыды. Келесі кезекте ортасына салмасын саламыз. Мен ортасына құлпынайдан жасалған джем саламын. Өз қалауыңызша кез келген салманы салуға болады. Салмасына кез келген тосап немесе крем жақсаңыз да болады. Енді бисквитінің шетінен бастап тығыздап орап шығамыз. Келесі кезекте бетіне құятын шоколадты дайындаймыз. Ол үшін бөлме температурасына сары майға шоколадты салып, ертіп аламыз. Дайын болған шоколадты видеодағыдай рулеттің бетіне әдемілеп құйып шығамыз. Мінекей достар, рулетіміз дайын. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Ақшолпан.